среди пассажиров. Посадка на рейс 345 в Аликанте. Атырау шекара бақылау бойынша кезекші қатарда дейін. Саламатсыз. Аха, айта беріңіз. Иә. Қаншада қонады? 12-де қонады, разрешениесі бар, иә? Қазір күтетіңіз. Адам жібереміз. Кезекшілікке түскен жасақта біздер сағат 9:00-ден кешкі сағат 8-ге дейін 20:00-ге дейін, яғни кезекшілікке түсеміз. Кезекшілікке түсу барысында біз өзіміздің кезекшілігімізді қабылдап алып, бұл туралы кезекшілікті қабылдаған туралы бастығымызға баяндаймыз. Ары қарай жұмысымызды атқару барысында, мысалы, халықаралық рейстер болған жағдайда бастыққа жеке құрамға жаңа жауапты ауысымға жеткіземіз. Бұл туралы енді кезекшілік болып түскен жағдайда біздер өзіміздің жұмысымызға тиянақты, жаңағыда жауаптылық көп. Атырау шекара бақылау бойынша кезекші қатарда әзіне ұйымдап жаңа айта беріңіз. Аха, жарайды, қабылдап. Тік тұр. Қазақстан Республикасы мемлекеттік шекарасын күзетуді бұйырам шекара қызметі 994 рейсі Атырау барысындағы камераға қараймыз. Мен Бердеш Бердәулет Хайдарович, осы Атырау шекара бақылау бөлімшесінде кинолог болып жұмыс істеймін, аға нұсқаушы. Бізде қызметтік естірткі затын іздеуге арналған. Күнделікті имитатормен жұмыс жасап, тренировкамызды жасап тұрамыз. Халықаралық рейстерге шығып, багажды, бортты тексереміз қызметтік итпен. Байланысты 292-03.
мына жағалау тұрақтау бекеті. Бұл жағалау тұрақтау бекетінің мақсаты біздің базда катерлерімізді сумен, жанар жағармаймен, тамақпен қамтамасыз ету. Яғни біз осы катерлерімізді бейнетаспа арқылы бақылап отырамыз. Сол шекара қызметшілері таңертең боевой службаға шығып, дайындалып, осы жерден қозғалады. Онда катерлер бойынша кезекшілер түседі, осы жерде бір тәулік бойы осы жерде қызмет атқарады. Осы кейінгі жастарға осы шекара қызметіне жұмысқа шақырам. Ойлаймын, нағыз ер азаматтың жұмысы деп. Есть мальчик, 35 баллов. Ұнайды ма? Әрине ұнайды өзіме. Шаршамайсыз ба? Жоқ, ондай шаршау жоқ. Күнделікті қандай қызметтер атқарасыз? Қандай қиындықтар болады? Әр жұмыстың өзінің қиындығы болады енді. Погодаға байланысты, ауа райының қолайсыздығына. Біздер көретін 365 күннің сіздер тек бір-ақ күнін ғана көрдіңіздер.